Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін мен обедке панкек істейтін боламын балдарға. Панкегімізді істеп, жұмыртқамызды салып, шекерімізді салып, одан кейін жақсылап араластырып аламыз. Әдемілеп араластырып, шекермен яны қозғап, сүтімізді құятын боламыз. Сүтімізді құйып, көз мөлшерімен істей беремін. Мөлшермен құйып, ешқандай не керек емес бұған. Қобызғыш қосамыз. Жақсылап көпіршігенше араластырамыз оны. Әдемілеп араластырып, қобызғыш әдемі болып көпіршіп, ақ көпіршік болып шығады. Сол кезде майымызды құятын боламыз. Майды құйып та араластырамыз. Араластырып, кейін ұнымызды саламыз. Ұнымызды бірден сала салмаймыз. Әзгентай-әзгентайдан салып, араластырамыз. Өйткені көп салсақ, қою болып қалады. Бұл сұйық болу керек. Аз-аздан араластырып, әдемі болып шыққанша араластырамыз. Пленниткінен қоюлау болады бұл. Қоюлау болып, үстіп пісіріп ала береміз. Астын баяу отқа қоямыз. Астын жай қойып пісіреміз, сонда ортасы таза пісетін болады. Екі шетін араластын неғып аударып, ортасы жұмсақ болып піседі, шикі болып қалмайды. Қасықпен салдым мен. Негізі қасықпен салып жай жіберсеңіздер, жұқа қап, сонда жұқа болса, әдемі ортасы шикі болмай піседі. Балдарға әдемілеп обедке дайындап, мектепке шығарып салатын боламын. Менің күнделікті блогтарым сіздерге қызық болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Әдемі болып шыққан балдарыма ас болсын.